көшеде біздің балалар олардың еркек пен еркектің сүйіскенін көрмеу керек. Мен Гүлзада лесбиян әйелмін деп айтқаным үшін соны өшір деп айтқызбақшы. Қазмедиа орталығында ЛГБТ өкілдеріне қарсы петицияны қарау жөніндегі жұмыс тобының соңғы отырысы өтті. Бұл отырыстың ерекшелігі оның жария түрде болуы. Онда ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салу туралы петиция қызу талқыға түсті. Петицияның бар мақсаты ашық және жасырын түрдегі ЛГБТ ұйымдарының үгіт насихаттарына тыйым салынсын. Бұл жерде кейбір ұйымдар менің сөзімді аударып, контексттен жұлып алып, оны басқа ракурстан беріп жатыр. Ол дұрыс емес. Менің айтып отырғаным, біздің мемлекетте түгел үгіт насихатына тыйым салынсын. Ал енді осы уақытқа дейін бір жынысты болып кетіп, жаңағы еркек пен еркек болып, біреу гей, біреу лесбиянка, біреу бисексуал, біреу транс тағы болып кеткен адамдардың бәрін біз депортировать етіп шығарып, болмаса оларды басқа жаққа бір қудалайын деп отырған жоқпыз ғой, репрессия болайын деп отырған жоқ. Ол біздің елдің азаматы болғаннан кейін тұрсын, бірақ көшеде біздің балалар олардың еркек пен еркектің сүйіскенін көрмеу керек. Әйел мен әйелдің құшақтасып аймаласып жатқан біздің қыздар балаларымыз көрмеу керек. Өйткені 6-7 жастағы көшеде кетіп бара жатқан балаларымыз лавочкада отырып еркек пен еркектің сүйіскенін көрген кезде сол мезетте, сол секундта баламыздың психикасы сынды, өмір бойы сынды деп айтсақ болады. Біздің мына сөз бостандығымызға негізі тыйым салайын деп тұр. Олардың негізі жасап тұрған заңының өзгерісі енгеннен кейін маған жаңа Инстаграмдағы бетіңді өшір деп айтады. Өйткені мен лесбиян әйел болғаным үшін, мен лесбиян әйелмін, мен Гүлзада лесбиян әйелмін деп айтқаным үшін соны өшір деп айтқызбақшы. Сондай заң қабылдамақшы. Ол менің сөз бостандығымды шектейді. Соны түсіну керек.